Құрметті оқушылар, біздің сабағымыздың тақырыбы бүгінгі квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу. Қазір біз квадрат үшмүше дегеніміз не жазып алайық. Ax квадрат плюс vx плюс с. Мінекей мына өрнекті квадрат үшмүше деп атаймыз. Біз өткен сабақтарда тең нөлге деп осы квадрат теңдеуді шештік. Енді тең нөлге деген алып тастаймыз. Сонда мына қалып тұрған үшеуін квадрат үшмүше деп атайды. Енді осы квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеудің формуласын қазір жазамыз. А x квадраттың алдындағы коэффициент. Адан кейін екі жақша болады. Осы жақшалардағы x екеуінде де x жазылады, еске сақтаймыз. Енді мына берілген квадрат үшмүшені квадрат теңдеуге айналдырып түбірлерін тапқаннан кейін бірінші теңдеуге қарама-қарсы сан жазамыз, және екінші түбірге қарама-қарсы сан жазамыз. Яғни бірінші түбірге қарама-қарсы x1 болса, x1-ге қарама-қарсы сан, және x2-ге қарама-қарсы сан жазамыз. Қазір осы формуланы пайдаланып есептерді шығаруды көрсететін боламыз. Номері 2-де 98-ші есеп. Бұлай дейді: 2x квадрат минус 5x плюс 3. Мына берілген квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеп жазуымыз керек. Алдыменен осы берілген квадрат үшмүшені квадрат теңдеу түрінде жазып алайық. 2x квадрат минус 5x плюс 3. Өйткені біз дискриминант табатын болсақ, оның түбірлерін табу тек квадрат теңдеуге арналған. Ал бірінші коэффициентпен жұмыс істеп жасап көрейік. 2 минус 5 3. Үшеуін қосқан кезде бізде 0-ді берейін деп тұр. Неке көріп тұрмыз. Онда мына квадрат теңдеуді шешудің қажеті жоқ. Бізде дайын жауабы бар. X бірінші тең 1-ге, X екінші тең 3/2, яғни с бөлінген аға. Енді осы екі түбірі бойынша мына формулаға келтіріп жазайық. Бізде жақшаның алдындағы сан а, ол бізде x квадраттың алдындағы сан коэффициент 2, жақша ішінде x минус, мына x 1-ге қарама-қарсы сан минус 1 жазамыз, және екінші x минус 2-ден 3-ге қарама-қарсы сан 2-ден 3. Міне біздің берілген квадрат үшмүшеміз мынандай көбейткіштерге жіктелді. Енді біз осы тұрғыда қалдыруға болады, бірақ бізде ұбт-да балдар мына квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеңдер дегенде мына вариант ішінде болмауы мүмкін. Сондықтан біз мына өрнекті ықшамды түрде келтірейік. Яғни жақшаның алдында тұрған сан мына екі жақшаның қайсысына көбейткен кезде ықшамдалады. Біз үшін екінші жақшаға көбейткенде. Сондықтан x минус 1 бірінші жақшаны өз күйінше қалдырамыз, екінші жақшамен 2-ні көбейтеміз. 2 мен x-ті көбейтсек 2x болады. 2-ні көбейтеміз 2-ден 3-ге, 2 мен 2 қысқарып кетеді, минус 3 қалады. Мінекей біздің шыққан өрнегіміз мына түрде болды. Демек, x минус 1, екінші жақшамыз 2x минус 3. Мынау берілген үшмүшені көбейткішке жіктегендегі түрі мына тұрғыда болады. Енді біз өзіміз үшін тексерейік. x минус 1 және 2x минус 3 бір-біріне көбейтейік. X пен 2x-ті көбейтсек 2x квадрат болады. X-ті минус 3-ке көбейтсек минус 3x болады. Минус 1-ді 2x-қа көбейтсек минус 2x. Және минус 1 мен минус 3-ті көбейтсек плюс 3 болады. Тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. 2x квадрат минус 3x пен минус 2x екеуі қосылады, минус 5x-ті береді бізге плюс 3. Мінекей берілген өрнегіміз шықты, яғни берілген бағанағы квадрат үшмүше шықты. Келесі есепті қарастырайық. Бұл бізде басқа бір оқулықтан алып жатырмыз. 36 y квадрат минус 12y плюс 1 тең дейді. Мінекей осыны квадрат үшмүшеге жіктеуіміз керек. Алдыменен мынаны квадрат теңдеуге келтіріп жазып алайық. 36y квадрат минус 12y плюс 1 тең 0-ге. Енді коэффициенттер бойынша теңдеуді шешіп көрсек, ол коэффициентке келмейін деп тұр. Екінші коэффициент бізде жұп, олай болатын болса жұп коэффициенттің формуласын жазайық. Минус 12-нің жартысы минус 6, оны квадраттасақ 36.
Бос мүшенің таңбасы плюс, қарама қарсыдан минус қоямыз. 36 мен 1-ді көбейтеміз, 36 тең 0-ге. Яғни дискриминант 0-ге тең болса, бізде бір-біріне тең 2 түбір шығады. Y1 тең болады Y2-ге. Енді минус 12-ге жартысы минус 6 ғой. Оған қарама қарсыдан плюс 6 болады. Және дискриминант болса да 0 болды бізде, бөлімінде 36 тең 36 мен 6-ны қысқартып жіберсек 6-дан 1 шықты. Енді біз көбейткішке жіктеп жазайық. Бізде енді А деп отқанымыз 36 ғой. 36 жақша ішінде X. Енді балдар бізде минус 6-дан 1 2 рет жазылады ғой, мінекей 6-дан 1 X минус 6-дан 1 деп. Мінекей бұлай тұрғыда жазуға болады, 2 рет жазуға болады осылай. Немесе X минус 6-дан 1-дің квадраты деп те жазуға болады. Енді әрі қарай мына 36-ны көбейткейік. Мына жақша, бірақ көбейткенде мына несі керек балдар? Әр жақшаға көбейтілмейді, бір жақшаға дедік қой. Мына жерде бізде 2 жақшамен тұрғандықтан 36-ны былай жасап алайық. 6 X минус 6-дан 1 тағы да 6 көбейтілген X минус 6-дан 1 тең. Бірінші жақшамен көбейтіледі 6X минус 6 мен 6-дан 1-ді көбейтсек 1 болады. Қысқарып кетті. Екінші бізде болып тұр 6X минус онда да екеуі бірдей, немесе мынаны былай жазсақ та болады. 6X минус 1-дің квадраты деп. Мінекей, мына берілген өрнекті былай жазып қоятын болсақ, 6X минус 1-дің квадраты. Енді формуланы ашып көрсек, шында да мына берілген өрнекті береді. Яғни қысқаша көбейту формуласы бойынша бірінші өрнектің квадраты, мына жерге X деп қойып, бізге балдар Y қой. Мына жердің бәрін X түрінде жазып кетіп, мына жерде енді Y пен ауыстырамыз. Өткеніміз мына теңдеуіміз біздің Y-ге байланысты ғой. Y, мінекей мына жерде де Y, бізде бәрінде Y болу керек. Үйреніп қалғанбыз ғой, бізде X пен жазғанға байланысты. Мына жердің бәрін Y пен ауыстырамыз. 6Y, мынау да 6, мына жерде Y. Өйткені мына теңдеуіміз сол жағы Y-ге байланысты, оң жағында да Y-ге байланысты шығады. Мінекей берілген 6Y минус 1-дің квадратын ашқанда, біріншісінің квадраты 36Y квадрат, минус 2 еселенген біріншісі мен екіншісінің көбейтіндісі 12Y-ді береді, және екіншісінің квадраты плюс 1-дің квадратын береді. Мінекей бүгінгі біздің сабағымыз квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеу деген осы тұрғыда болады. Осы бүгінгі видеоны өздерің ғана көріп қоймай, достарымен бөлісіңдер, комментарий қалдырыңдар. Сонымен қатар лайк баса отырып, келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін подписация етіп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар.